Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи сахбихи аджмаин. Қазір қоғамның ішінде атеистердің бір тұтанатын жақсы көретін сұрақтарының бірі олар бір қатырым деп ойлайды. Алла егер адамға мұқтаж болмаса не үшін жаратты деген сияқты. Сендер айтасың ғой мұқтаж деп. Не болса Алла Тағала білетін болса кімнің тозақта екенін, неге онда оларды жаратып тозаққа кіргізіп? Біледі ғой бәрібір дейді. Бұл сұрақтың негізі абсурдность деген бар. Мысалы, әлемде сұрақтар бар да, каждый сұрақ имеет быть место, да, мысалы, болу керек. Бірақ кейбір сұрақтар бар, мақсатсыз сұрақтар да. Мен мысалы айтсам, мына бутылка ішілмеген да суда. Айтсам, ішілмеген бутылканы кім ішті десем. Бұл неге сұрақ дұрыс па? Дұрыс емес қой. Бұл ішілмеген да. Ішілмеген суды кім ішті десем мен. Соны айтады ғой, бұл сұрақ мақсатсыз дұрыс емес деп. Сол сияқты бұл абсурдist бар да. Мысалы, харекеттің тыныштығы қалай ол десең? Әрекеттің тыныштығы. То есть әрекеттің тыныштығы бола ма? Болмайды ғой. Сол сияқты сұрақтар бұл. Абсурдность да бұл. Абсурд бұл. Вроде бы сөйлем түзу, бірақ мағына бермейді. Мына ішілмеген суды кім ішті десем, сөйлем түзу ғой негізі. Бастауышы бар, баяндауышы бар, бәрі толық сөйлем. Бірақ сұрақ дұрыс емес, бұл ішілмеген да негізі. Сол сияқты бұл сұрақтарда Алла бірін не айтқым келіп тұр? Мен осының алдында түсіндірдім. Адам ақыл деп ойлайды да, бірақ ол негізі ақыл емес, ол неге сүйенген негізі? Представление сүйенген, сүйреттеуге. Мысалы, мен онда салафиттерді келтірдім. Салафиттер бұл дүниеде бәрін қарағаннан кейін, әрбір бар нәрсе мекенде болып тұрғаннан кейін, олар бір бар, мекенде емес нәрсені көре алмағаннан кейін, көрмеген ғой өмірде енді. Отырды Алла бар деген кезде сразу не деп представлять етті? Мекенде деді. По-любому, потому что басқа нәрсе көрмеген олар. Ол немен беріп тұр? Представлениемен беріп тұр. Тура осы негізге келтіріледі. Адам сұрақ қойған кезде, Алла Тағала адамға мұқтаж болмаса, неге жаратты деген. Бұл сұрақ неден шығып тұр? Оның бұл дүниедегі қалыптасқан түсінігінен шығып тұр ғой. То есть, бұл дүниеде адам каждый көрді да олар. Қандай да бір адам жарататын болса, не үшін жаратады ол? Мұқтаждық үшін жаратады да. Егер ол мұқтаж болса, жаратпайды деген. Ол көріп тұр ғой, асыл екені үй салады, мұқтаж болғандықтан. Егер үй салмаса, жағдай жетіп тұрса, үй салмаса, онда ол мұқтаж емес. Сол түсінік қалыптасқан ғой. Енді ол осы түсінікті келеді да, көрмеген, түсінігі жоқ затқа қойғысы келеді да. То есть, бұл неден шығып отыр? Бұл Аллахты мақлуқтарға ұқсатқан себебінен шығып отыр. Кім айтты саған? Аллахты, мен мысалы салафит кеттім. Кім айтты саған? Не, ол бар, бірақ мекенсіз деп айтуға болмайды. Енді тура сөйтіп айтам. Кім айтты саған? Алла Тағала жаратқан кезде оған сұрақ қойылу керек. Не ол мұқтаж, не мұқтаж емес. Просто неге ол сұрақ қойылу керек ол? Не үшін қойылу керек ол? Өйткені сен бұл дүниедегі представлениеңе негізделген. Біз ол жаңағы адам бұл дүниеде қарады да, әрбір адам жаратып жатқан кезде не мұқтаждық себептен болып тұр да. Енді сол идеясы оны Аллаға қатысты қолданғысы келеді да. Бірақ бұл таза ақыл емес, бұл просто представление да. Неге мынандай зат болмасқа жаратады да, сен сұрақ қоя алмайсың, ол мұқтаж емес деген. Неге болмасқа? Сенің түсінігің бұл дүниеде қалыптасқан ол. Өйткені адамдар жаратып жатқан кезде не мұқтаждық болған үшін, не мұқтаждық болмаған үшін істелінеді да. Ол сол түсінікпен енді сен Аллаға келіп алып келгің келеді да. Біз айтамыз, Аллаға ұқсамайды ештеңе. Бұл как, например, жаңағы айтқан сияқты, Алла Тағала бар, бірақ мекенсіз десек. Сен түсінесің ба сондай затты? Бар мекенсіз дегенде, қалай представлять етесің? Жоқ қой, сен таппайсың ондай затты. Тура сол сияқты. Неге сен ойладың, то что егер сондай бір зат Алла Тағала жаратты да, бірақ мұқтаждық емес тұрғысынан сұрақ қойылмайтын болса. Неге сен сұрақ қойып тұрсың? Потому что бұл дүниеде сенде сол ғана сұрақ қалыптасып тұр да. Біреу жарататын болса, не мұқтаждық себебінен, не мұқтажсыздық себебінен. Сен сұрақ қоя аласың. Сен Алланы мақлуқтарға ұқсатқан себебінен болып тұр. Бұл неден дейді? Бұл ғалымдарымыз айтады, бұл екі себептен болады дейді. Бұл адам не өзін тәкаппар деп ойлады, то есть тәкаппарланмаған адам. То есть өзін Құдай деп сеніп қойды ғой. Ол қалай деген кезде не біздің логикаға сай, то есть представлениеме сай ол бар, не представлениеме сай емес, ол жоқ деген кезде осы идея пайда болады дейді. Екіншісі ташбих. Құдайды сен
адамға не болмаса неге ұқсатып өзінің сол түсінігіне салып көре бастағанда ол сұрақтар қойыла бастайды дейді. Бұл проблема дейді. Егер есіп айтатын болсақ, жарайды. Егер сен маған сұрақ қоятын болсаң, неге Алла тағала жаратады адамды, егер мұқтаж болмаса десең, елестетейші, мен білмеймін деп жаратса, айтсам ше. Сол кезде не жауап болады да? Вот, видишь, деп, как будто менің сөзім Құдай жоқ дегенге алып кіргісі келе ма? Тоже негізі противоречие, логикалық ережелердің противоречиесі. Неге менің надандығым білмеймін деген бір нәрсенің жоқтығын алып келу керек ол? Сам по себе неге ол? Қандай теорияға негізделіп тұрсың сен? Даже мен білмеймін дегеннің өзінде. Неге мен білмеймін деген нәрсе ол жоқ болу керек? Мысалы маған тұрып, әйгерім бар ма десе, мен білмеймін десем, ол жоқ деген сөз ба? Жоқ деген сөз ба негізі әйгерім? Әйгерім қызымның атын точно тапып қойды ма? Сондықтан да сам по себе бұл любой саған логиктар айтады, любой саған, мысалы, бір нәрсені сен білмеймін деп жауап беру, оның жоқтығын білдірмейді еще. Даже сояққа кеткеннің өзінде. Мен айтқан сияқты, сам по себе вопрос неправильный. Бұл как, например, ішілмеген суды кім ішті деп айтқан сияқты да. Сен просто представление жасай беріп тұрсың. Басқа ештеңе жоқ. Қандай нәрсе бар емес пе? Алла тағаланың сипаты жаратушы бар. Сипаты бұл жаратпау мүмкін емес пе? Кім айтты? Алла тағала сөзде уәжіп па оған жарату? Енді сонда әңгіме шығып кетеді да. Не, сен айтуға болмайды оны. Қате ол. Алла қаласа жаратады, қаласа жаратпай ма? Оны сен неге айтады? Иә, бірақ енді ол жарату деген сразу жарату мәселесін берсе, неге біраз жыл жаратпады? Демек жаратпаса да бола ма? Енді все, онда ол әбзел жаратады деген біреудің естіп аласың, дұрыс емес, ол негізді бір күн ұсталынады өйтіп айтқан адам. Жаңағы мен айтсақ бола ма? Мысалға, менің біреу Марста су бар ма десе, мен білмеймін десем, ол Марста су бар жоғын не қылмайды ғой? Сен жоқ деген үкім бермейді ол. Тура сол. Бұл қашан? Бұл жарайды. Сен сұрағыңды мен қабылдап, білмеймін деп жауап бергенде да бұл. Бірақ оның алдында мен жаңағы нәрсені айтыламын да, сенің қазір сұрағың бұл дүниедегі представлениеге негізделіп тұр да. Неге бір зат жоқ, который оған айтылмайды, не үшін жараттың деп. Не болса мұқтаждықтан жараттың ба, жаратпадың ба деп. Айтылмайтын зат. Неге болмауы мүмкін емес? Неге сен ойлап тұрсың, то, что біреу жарататын болса, обязательно не мұқтаждықтың себебінен жаратады, не жаратпай қойды, мұқтаж болмағаннан. Неге сен оған сөйлеп тұрсың, негізделіп тұрсың оны? Сонда өйткені ол бұл дүниеде мақұлықтарға қарап тұр ғой. Сен оны Алла тағаланы мақұлықтарға ұқсатып тұрсың. Сол тұрғыдан сол сұрақты жүргізіп тұрсың да. Құдай адамды тозаққа түсіретін білсе, біле тұра жаңағы тосамыз деді, соны. Бұл да тоже вопрос, тоже соңғы жауап негізі. Бірақ бұған мынандай жауапты добавлять етсең болады. Жақсы, Алла тағала біліп тұрып, просто кіргізе салды деге, жаратпай оның өмірін ештеңесіне. Енді фактически ертеңгісін адам айтылады ғой, мен негізі істеген жоқпын ғой деп. Сол нәрсе болмас үшін негізі Алла тағала фактически оның өмірін жүру керек. Өйткені оның ілімінде ол тозаққа кіреді ғой, Иван. Бірақ енді ол іліміне сүйене Алла тағала отырып, просто тозаққа кірсе, ол солай. Фактически болған жоқ қой. Енді айталады ғой, болған жоқ қой деп негізі. Сондықтан да сол болған жоқ қой деген нәрсе болмас үшін негізі фактически жүріп шығады. Шынымен де болған үшін. Болды. Ғалымдарды естіп қосады. А так абсурд ол просто. Айттым ғой, жасылдың қызылы деген сияқты әңгімелер ғой, сұрақтар. Сам по себе дұрыс. Бұл анау Құдай, екінші Құдай жарата ала ма, жарата алмай ма деген сияқты сұрақтардың бәрі из абсурдный. Ол мынандай мәселен. Мен сендерге айтсам, жігіттер әлемде барлығы не білуші мен білмеушіге бөлінеді, дұрыс па? Екеуі ғана бөлінеді ғой. Кім айтты жігіттер, үшінші бар ғой, стена қайсына кіреді? Вот сол сияқты да, бұл сам по себе абсурдный сұрақтар бұл. Сондықтан бұндайға алмау, бұл софистика дейді, бұл полемика, просто игра слов. Бірақ бұлардың тағы да әлсіздігі, жарайды, білмеймін дегеннің өзіне не болады ал? Білмеймін деген менің Алла жоқ деген шығып қала ма? Шықпайды ғой. Бұл келесі теорияға негізделеді. Ол не? Білмеймін деген нәрсе обязательно жоқ деген сөз емес қой. Не жоқ емес. Ол не жоқ емес. Сондықтан да бұл сөзбен де бір жеңіске жете алмайды да ол.